Қажымұқанды жеңген қазақ кім? Қазақ әдебиетінің классигі Әбділда Тәжібаев Қажымұқаннан: сізден күш асқан қазақ болды ма деп сұраса керек. Қажымұқанның жауабы: болды. Семейге келгенде бір бейтаныс жігіт келіп, ассалаумағалейкум деп сәлем беріп, үйге кіріп келді. Bir тізерлеп отыра қалып, нан ауыз тиді де маған: қажаға, уақытым аз, асығыспын. Сізді қонаққа шақыра келдім. Осы қазір жүріңізші деп түрегелді. Атып тұрып, ере жөнелдім. Пәуескеге отырып, ертіске келдік. Bir қайықшы қайығымен тосып тұр екен. Қайыққа отырдық. Содан өзен ортасындағы түйе мойнақ аралына алып келді. Аралда дастархан жайылып, дәмге отырдық. Сонда мені шақырған жігіт себебін түсіндіргені: аға, арманым елдің даңқын көтерген сізді бір көру, қонақ ету, құрмет көрсету еді. Алла бұл тілегімді қабыл етті. Енді сізден бір өтінішім: мені бір сынап көріңізші. Өйткені өз күшімді сынайтын адамды жолықтыра алмай жүрім дегені. Қалай, күресіп пе деп сұрадым. Иә деп жауап берді. Аралда ағаштардың арасындағы тасалау жердегі алаңқайға бардық. Жол сіздікі. Жасыңыз үлкен деп аяғын алшақтау қойып тұра қалды. Әлгіні олай-бұлай итеремін, тартып қалам. Тамыр терең емен секілді. Былқ етпейді. Тұрған орнынан қозғалта алмай-ақ қойдым. Қақиған мойны да иілмей қойды. Ал енді өзің көр деп кезекті бердім. Сол-ақ екен, ол бір қолымен иығымнан қапсыра ұстады да шыр айналдырып дедектете жөнелді. Бір уақытта екінші қолымен қоса ұстады да жерден көтер айналдырды. Дүние жүзінің қаншама мықтылармен күрессем де еш уақытта мұндай күйге түспеген едім. Әлгі жігіттің қолында орамалдай желпілдеп, айнала ұшып жүрмін. Бір уақытта тік көтеріп алды да жерге екі аяғыммен дік еткізіп қоя қойды. Сосын басын иіп, тізесін бүгіп, еңкейіп тағзым етіп: кешіріңіз аға, жауырыныңыз жерге тимесін деді. Күші асып тұр. Тағы да аға деп сыйлап, жықпай тұр. Басын иіп тұр. Ешкімді маңайына жолатпағаны да менің абырой даңқыма сызат түспес дегені. Мен қазақ болып туғаныма, үлкен сыйлаған әдет ғұрпыма, оны білетін інілер барына қуанып, жүрегім елжіреп, иілген басын көтеріп құшақтап алдым. Көзімнен жас та шығып кетті. Осындай ініні көтеріп, бағын ашсам, армансыз болатындаймын. Жүр бауырым, менімен бірге. Дүние жүзінде саған тең келер ешкім жоқ. Өзім аралатам, үнемі жаныңда болам. Дүние жүзінің балуандарын енді сен жығасын. Жүр менімен бірге дедім. Сөзіме көңіліме риза болып, бірақ басын шайқады. Өмір бойы көре алмай жүрген туысын тапқандай елжіреп ағалай береді. Аға, жан аға, дүние жүзінің балуандарын жығып, қазақты әлемге танытып жүрген сіз барсыз ғой. Мен несіне барамын? Менің жолым басқа болып тұр ғой дегенді алға тартады. Бұл дерек 1977 жылы Әбділда Тәжібаевтың Жұлдыз журналының 12 санында есімдегілер деген естелік әңгіме түрінде жарияланды. Бірақ Әбділда Тәжібаев нұсқасында: мен қисық жолға түскен жанмын, атымды біліп не қылас деген жолдар бар. Осы палуанның өмір баянын анықтаған адам жазушы алаштанушы Сейтмұхамед Тәбәрікұлы. Қажымұқанды жеңген қазақтың аты Ыбырай Түсіпұлы. 1898 жылы туып, 1958 жылы 60 жасында қайтыс болған. Ақымбет Керейдің ішіндегі Қареке атасынан шыққан.